Өзім барасай құда екен жалғастырасыз. Мынау нағаштардың астына бір бата беріңізші. Құданың бір батасы естейікші айналайын. Ал, нағаштарға берекелі аманшылық болсын. Мына екі жасыңыз бақытты бола берсіңдер. Мына нағашы үміт мүшеде отқан бәрі. Мына сен бұрамайды, мен бұрайды бейне. Аманшылық қойып, тойда кесте берейік. Мына аманшылық болсын мынау. Сірмеге келісірсін, қыз атқан аманшылық болсын. Жоқ, бұл байлажында жаман айымызды өшіп қоқты. Рахмет. Енді асқа бата берілді құдағи. Арбашыны білмейді, бір өзі құдағын екес бұл. Жоқ, бір тілек айтып жіберіңіз. Майлыбай құда, қазада құдағи, тойларыңыз құтты болсын. Мына кісіге приз беру керек. Бірақ әңгіменің бәрін тыңдырды ғой. Молодец. Тілек қабыл, мұраттары асыл болсын. Әрдайым осы қуанса жолығайық. Ендеше мына нағаш астына жайланайық кәні. Отырыңыздар, құдалар. Бұл жерде баршасы бір ойнап келіп отқан жоқ. Баршасы осы Майлыбай менен көкемді, женшемді сыйлағандықтан келіп отыр ғой, қадірменді ағайындар. Міне бәрі сый құрметтің арқасында менен жақсы бір тілекке, жақсы бір ниетке ағайын туысқандардан бұрын осы жерде келіп отырған менің жеңгемнің ұжымдастары, міне Роза женшем, Күләш женшем, Раушан женшем отыр. Тақым бар еді ұжымдастардан. Үшеуіңіз бе? Одан кейінгі көршілер қауым бар. Мына енді құдағаса көршілер Құдай күні қоңсыға жақсы болысқан, әрқашан біздің арамыз қоңсымен толысқан деп, мен осы ұжымдастарға қоңсылар қауымын қосып бір тілекке шақырайын. Қоңсылар келіңіздерші, бар ма? Бар ма? Ішінде бар, келе беріңіздер. Міне осыдан кейін ағайын туысқандар сөйлеген екен, сіздерге кәде жоралғымыз жасайтын боламыз. Ал бір қошемет құрмет болсын, жеңге тілек өздеріңізде. Не дейміз, құдалар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Біздің ел, біздің қызымыз сіздерге келін болып, доқыласа көбейіп жасықтар ғой. Майлыбай қайыным, Ханзада, досым, қызыңның жаңағы өрісі. Елін тауып, жерін тауып кетіп жатыр. Бақытты болсын, денің сау болсын. Қайным екеуің, доқыласа қоса арым екеуің. Жаңа айтып отыр, қажа апа, қажа тау. Енді жаңа осы үйде шаққан той бола берсін. Тойдан шашасың Құдай. Мынау қайным қалсада, бүгінгі тойларың құтты болсын, екі жас бақытты болсын, дендері сау болсын. Осы шаңырағында ылғи да той бола берсін. Біз тек той деп келе берейік досым. Кеш жарық, құрметті құда-құдағилар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын, өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Тілектер айтылып жатыр ғой, 40-тың бірі қадар дейді. Осы тілектердің барлығы періштенің құлағына шалынсын, қайнаға, абысын. Бүгінгі той құтты болсын, екі жас бақытты болсын, дендері сау болсын, ұзағынан өмір сүрсін, Құдай қаласа. Осы үйде той көп болсын, Құдай қаласа мына жүрген қыздардың бәрін үйлі қылып, сонымен солардың алтын тағып жүре беріңізді, ортада апа-апа дегізіп. Бұл дүние сомен қызық қой. Мына жерде отырған тойшыл қауымға да соны тілеймін. Дендеріңіз сау болсын, өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Мынау үлкен дастарханның басында ойнап күліп кездесе берейік. Сол үшін алдарыңыздағы дәмнен алып отырыңыздар. Көршілер бар. Бұл кісінің күйеуі секір көм. Бұл кісі тарих оқыр. Бұл кісінің тілегін тыңдамаған, бұл өмірден мұрдан қалған тоқырды оқпаймыз. Енді бұлай қалай? Жарық көшеме сән берген көрші, күйбең тірлікте дәм берген көрші, іргелес тұрып, іргеде қалмай қас-қабағына мән берген көрші, ауыз толтырып айталған көрші, дүйі көңіліңді жайқалтар көрші, төрімсіздігі аман бол мәңгі, сүт берсең айран қайтарған көрші деп өлең жумағында кетірген екен. Міне бүгінгі Майлыбай көкеменен жеңгеме құдаза көрші болып, бүгін қуанышы бөлісіп жатқан көршілерге бір шапалар ұрып, мен көкелерім, бауырларым бір тілек айтсын. Көкеге. Ал Майлыбай, құдағыз
тойларың құтты болсын. Мына Құда қаласа құдалардың төрге шығған құдалардың төрге шығған құтты болсын. Құдалысың екі жасы бақытты болсын. Өмір жастары ұзақ бола берсін. Мәге, тойларың құтты болсын. Главное, екі жас бақытты болса, ата-ана бақытты. Екі жас бақытты болса, біз де бақыттымыз. Главное, ата-ана не үшін сүреді? Бала шағасын бақытты сүреді. Екі жас бақытты болып, өмір ұзақ болсын. Сол үшін, Мәге, сіз жақсы көремін. Әпшемді жақсы көремін. Жастар бақытты болсын. Өмірлер ұзақ, өзін-өзі көбейіп, ойлап күн жүре берсін. Рахмет. Көтен ба бұл кісінің ұруы? Бұл кісі көтен емес, сізге бөтен емес. Рахмет. Рахмет. Тойда қайтсын. Құлағыза бергендеріңіз, көрші Құдай күні қоңыстан деп бекер айтпаған, тілектеріңіз қабыл, мұраттарыңыз асыл болсын. Оның бәр чорнигасы жазып қоя беріңіз. Ертең қайтарасыз. Ал енді құрметті құдалар, алдымыз асқа дәмге алайық. Мұны құдалсаға ұжымдастардың құрметі, көршілердің құрметіне. Бұдау келіндердің құлағына алтын сырға үшінші асқа дайындық жасаңыздар бүгінгі сорпасы ма? Оның енді аты сорпа емес, бір карточка, бір сүйек деген тамақ келеді енді. Бұдау енді жетпей жатқан жеріңді жеткізетін ағайын, өтпей қалған сөзіңді өткізетін ағайын, жас кезіңнен сырыңды білетінде ағайын, еркелетіп бетіңнен қақпайтында ағайын деп бекер айтпаған. Міне осы жерде жүрген айналайын жалпы ағайындарымды, туысқандарымды, жеңгелерімді, келіндерімді мен ортаға шақырайын. Бұл кісілер жаппай бір тілек айтсын. Мынау енді келіндер үшінші ас тарқата берсін. Одан кейін сіздерге деген кәде жоралғамызды құрметті құдалар бастайтын боламыз. Қалыңсыз қыз болғанымен кәдесіз қыз болмайды демекші. Бүгінгі Майлыбай көкемнің, Қалжада жеңгемнің қуанышында ат салып жүрген барша туысқандар, ағайындар, бауырлар асаба алғасына келейік. Балтабай көке, сізден бастап келіңіздер. Ортаға шығыңыздар. Жалпы ағайындар, туысқандар сіздердің алдарыңызда. Бір адамның қолынан ештеңе келмейді. Міне айналайын осы кісілердің арқасы бүгінгі тойдың жақсы өтуіне атсалысып жүрген ағайындар, туысқандар. Мынау айтады ғой, құрметті ағайындар. Тойың алтын болса да жағаменен жем керек, ұлың хан болса да ағайынмен ел керек деген сөз бар. Көсе ұзын болса қолың күймес, ағайының көп болса ешкім тимес деген сөз бар. Ендеше ағайындарға бір шапалар ұқпай, ішімізде үлкеніміз шамай көкем тағы да. Көке өзіміз бәріміз асықпай сөйлей берейік. Үшінші жас тарқатыла берсін, кейін кәде жасаймыз. Болды ғой, бәрі сөйлейді ғой. Құрметті құдағилар, мынау тойдың себептері екі жас қой, жастарымыз бақытты болсын, дендеріңіз сау болсын. Ауырмаңдай, әрдайым той-тойға ұласа берсін. Майлыбай бауырым үйіне әрдайым той деп келе берейік. Құрметті көке, денже мына той құтты болсын. Бүгінгі айтылған сөздер, жақсы сөздер, жақсы лебіздер, шаңырақтарыңызда жақсы әдемілік жағынан өте орынды жағынан Құда қаласа орын тапсын. Дендеріңіз сау болсын. Мына қанша жұртты құдалық шақырып, жақсылық қазір қалмырыз емес, мен де тоқтағам деп. Құрметті қонақтар, нерде 10 000 теңге сөйлесең аласың. Приз нерде бір ауыз әңгіме айтса 10 000 теңге аласың. Жым отырсаң
20 мың теңге аласың. Жоқ, мынау бүгінгі жалпы қонақтар, бүгінгі Майлыбай көкеміздің шаңырағында жақсылық тойы отыр. Бәріміз осыған ат салысып, шаңырағына жақсы ниетпен келіп жатқан азаматшылар дүниеде ең туған бір туар азаматтар келіп жатыр деп па? Алло. Сондай жақсы дүниемен бәріміз осындай. Айтайын дегенім, Майлыбай көкем мақтайын деп атқан жоқ. Бір туар азамат, бұл отшылдықтың бірінде емес, Қазақстандағы азамат. Осындай кісінің ақ көңілділігімен жайылып атқан дастарханда отырсыздар, құрметті қонақтар. Ал құрметті қонақтар, мынау айтады ғой, мен де адамын жаралған сүйгеттен, ақылым бар, ойым бар, жан тербеткен ақжалды асау теңіз ортасында аз ба көп пе білмеймін өмір өткен деп. Осындай азды көпті өмір сүріп атқан кезінде әкең бүгін Майлыбай көкеміз осындай қызын ұзатып, осындай құдалық беріп жатыр екен. Соған бәріміз куәгер болармыз. Құда қаласа, құдалық 1000 жылдық болсын, күйеу 100 жылдық болсын. Соны қызылшылың бәріміз көруге нәсіп етсін. Бүгін осындай үлкен дастарханда отырып, жақсылық лебіздерді айтып жатыр. Ертең құда қаласа, осы немере шөберенің қызығына тоймай, сен мен Майлыбай көкем сондай жақсылықты көре берсін. Көке, соның қызығына тоймай жүре беріңіздер. Мынау сіздің жалпы пейіліңізге берсін да. Пейіл деген жатыр ғой бұл кісіде, Дария. Бізде Дария ана су тартылып қала береді. Бұл кісіде тартылмайтын Дария ғой бұл кісі. Сондай азамат өмірге бірақ туа келетін азамат. Жалпы бұлай, мен де дамын жаралған сүйгеттен, ақылым бар, ойым бер, жан тербеткен ақжалды асау теңіз ортасын ба, аз ба, көп пе білмеймін өмір өткен деді. Сондай өмірдің, осындай өмірдің жақсылығы мен жаманшылығын жақсы көрсе, осындай екеуін теңестіріп өтіп, әдемілікті бірге көрсетіп, жақсылықты балдарын осындай үлкен дәрежеге өсіріп, көрсетіп, аманшылықты алдына қойып, осындай дәрежемен бәрімізге шай беріп отырған Ежбекеуіне рахмет. Жалпы жастар бақытты болсын. Болды. Әке. Ал жалпы мына жастар бақытты болсын. Бүгінгі жастың әдемілік шаңырақтарымен жақсы отбасы құрып атқан әулет, құрметті жақсы бір әдемі әулет болып келсін да. Амин. Қазақстанға шын өзінің жан дүниесімен, жақсылық дүниесімен қызмет жасайтын адам болып келсін. Бақытты болсын. Амин. Рахмет, бір шапалақ.
Әуелі адам болсаң өзіңді біл, кісіге сөйлейтін сөзіңді біл. Әр жаста әрбір түрлі міндетің бар, қай кезде не істейтін кезіңді біл деп ақында жырлаған екен. Мына енді ағайындардың аса тілегі, ниеті, енді қанша сөйлесеңізде де қапа керісі жоқ, бірақ енді нақты сөйлеп тілегімізді айтып кетсек, ол да бір дұрыс істеу. Балтабекке сөйлейміз бе? Бауырымыз ғой, кән көкемдер қаяқта? Жаста қарай. Кән, бәріміздің сөйлеуге хақымыз бар, кән. Мәкен жеңше, тойларыңыз құтты болсын. Той құтты бола берсін. Рахмет, бір шапалар ұқпай, бұйықта шапалар орталып қалған жоқ өзі. Кән жеңше? Елесін ал. 2 жасқа 2 табыстырып жатқанмын. 2 жасымыз бақытты болсын, аяңды болсын. Әр той болсын. Бізде қайыным, келінім, тойларың құтты болсын. Құдалар төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Бүгін біздің қайынымыз мына құдаларымның қолына су құйсам, үйімді көрсетем деген ниетіне жетіп отыр. Құда қаласа, құдалықтарыңыз 1000 жылдық болсын, күйеуі 100 жылдық болсын, жастар бақытты болсын. Рахмет. Мына құдалар төрге шыққандарыңыз құтты болсын, жастар бақытты болсын, бай бақуатты болайық. Құдағайлар төрге шыққандарыңыз құтты болсын, қанжада бүгінгі қуаныштарың құтты болсын, денсаулықтарың мықты болсын, әрбір атқан таңдарыңыз бақыт пен қуаныш әкелсін. Құда қаласа, той-тойға жалғаса берсін, жастар бақытты болсын. Ал Майлыбай Ханзада, бүгін құдалым құтты болсындар ғой. Көпшілік жинап, мынау Майлыбайды сыйлап келгендеріңе рахмет. Жақсылық болсын, әрдайым тойда болсын, той жақсылық болсын. Сол үшін. Рахмет, арғай. Бауырлар. Болды ма? Бәрекелде. Тілектер қабыл, мұраттар асыл болсын, қадірменді ағайындар. Ендеше мынау тілек ниет осымен аяқталды. 3 жас тарқатылса, жеңгелердің құланы алтынсарға, кәдеге, жоралғыға уақыт бөлсеңдер қадірменді ағайындар, иә? Кәде жеңгелер сіздерге рахмет, бір шапалақпен қошеметпен жайғастырайық. Ана кәде дайын болғанша 3 жас тарқатып, біраз ән тыңдап отыра тұрыңыздар. Құдағи, арқан тартуға Оспан, құда табаққа Шолпан мен Балтабай, құдағи табаққа Ұлбала мен Роза дайындалсын кән. Құдағи табақ қойылды ма, құрметті ағайындар? Құдағи табақ қойылды ма? Арқан тартылды ма? Киіт бар ма еді? Енді киіт тартылды болады, жінше? Айтып тұрыңыз, кімде киіт қояды, мен айтып тұрам.
Birinchi uyning kiyiti Maylibay ko'kemenen Qalzada jengem kiyit tarqatılsın. Jinchi. Gel kiyit tarqatayık bandışa. Ko'zingga qo'shibma deydi qo'y. Төргөш канарыз құтты болсын. Бірінші кейтіміз, мына қалаза төрінен орын алып отырған бел құда-құдағиыңыз, Майлыбай құдаңыз менен Қалжыда құдағиыңызды кейтін қабыл алыңыздар. Кән беріңіздер, тарқатыңыздар. Майлыбай көкеменен Қалжыда жеңгемнің кейті. Bir құда-құдағиыңыздікі қабыл алыңыздар кән. Bir құда-құдағиларыңыздың кейтін қабылдап алдыңыздар ма? Ол бала жеңге, сізге екем айтып тұрмыш, кімдер кейт қояды өзі, маған айтшым айтып отқан жоқ. Бірінші Майлыбай көкеменен Қалжыда жеңгем кейті. Екінші кейт нағашылардікі, әкеліңіздер. Енді бәріңізге тарқатып жатқан жоқпыз, құрметті құдалар. Мында қойып атырмыз, башасы түгел. Екінші кейт нағашылар болса, үшінші кейт ағайындар Қырғызстан келген ба? Жалпы ағайындар ма? Үшінші кейт ағайындардың кейті. Қоя беріңіздер со шетке. Жинап. Кейін өздері тарқатып алады. Oldu mu? Şu idem giydi mi? Tağda kiyit var mı? Dördüncü kiyit de şunu da stabilip koşuşunu sayın bak. Женше неше үйден кейт айтсаңыздар. Үш үйден ба? Ал енді құрметті құдалар. Үш үйден кейт кийдіңіздер, Алла қаласа. Бірінші Майлыбай көкеменен жеңешем болса, екінші кейт нағашылардікі, үшінші кейт мынау туысқан ағайындар айналайын міне. Қырғызстан келген бар, өзіміздің туысқандар бар. Енді батамен ел көгерет, жан көрмейді, жер көгерет демекші, бұған құда бір батамен егенді. Үш үйден кейт кийдіңіздер, Алла қаласа, баталарыңыз қабыл, мұраттарыңыз асылып, одан кейін Пылат дей батаны өз жерде мен аса көкем отыр екен, аса көкем беретін шығар. Иә. Мұқалғыда кім береді бата Дастарханға? Құрметті қонақтар, алғы елінің атынан Сұлтан Сүйген қорламасы деген сөз бар. Сондықтан да мінекей елдің, халықтың, мемлекеттік қызметтің тізгінін ұстап жүрген ортамызда үлкен азаматтар.
Taslan ağamız, Kenceken'in заманауи қазір қоғамда ел басқарған азаматтарының бірі сол кісілердің ісі бауыры қаншама жарлықтар шығар, өкімдер, бұйрықтар шығар, халықтың елдің игілігіне қызмет жасау бір бөлек. Ал енді құдалықта бата берсе, бұл кісінің халыққа тигізіп жүрген пайдасының бір себі, дуасы, шарапаты. Ал енді Нұржан Атақұлов мырзаға микрофон ұсынамыз. Бәріміз ұйғардық. Өзіңіз, Нұреке, жоқ, Нұреке айтып қойды ма? Нұреке. Амин. Құдай қаласа, мынау екі жасымыз бақытты болсын. Құдалығымыз 1000 жылдық болсын. Өзі бата беріп, үйленбегіне бізге ағамыздың қолды сәкенен не болды ма? Жастар бақытты болып, әрдайым дендерің сау болсын, аман болып, әртір тойда жүздесіп, күліп ойнап берсін. Нұреке, сіздің аузынан шыққан әрбір сөз бата ғой. Бәрекеде. Ал ендеше кәде бата. Кімге берейік? Мына құдағиға беріңіз, қалжада қаяқта? Жоқ, құдағиға беріңіз. Кәдеге ма бұл? Білейікші. Ана сүтік баласы ба? Тамадан ақшасын ше? Рахмет. Ал енді қоғамыда мынау платный бата кәдеге бұға дайындаласында. Жоқ, батаныға бөлек болады. Асан көген береді ол. Майлыбайжан, қалдада келін құда қыласа, мынау меймандар шақырып, жастарға бата беріп атырмыз. Ой, жарылқап Алла пендесін, ошақтың оты сөнбесін. Бастарыңа ешқашан қайғының бұлты төнбесін. Тірліктің көрме азабын, жұлдызы жанып қашанда бақытты болсын қазағым. Әр үйден шықсын даналар, қуансын ата-аналар. Тіреу боп жүрсін әкелер, сүйеу боп жүрсін ағалар. Дастархан құткеп жайнасын, бағында бұлбұл сайрасын, қырықтың бірі қыдыр болып басыңнан бақыт таймасын. Салтымыз берік ордасын, жамандық елде болмасын, қайнасын күнде қазаның, бір Алла өзі жар болып тілменен көзден қорғасын. Бақытты болсын балалар, гүлденсін дала қалалар, туымыз берік желбіреп көтерсін әке ағалар. Жаратқан ем әлемді, жолатпа бәле жәлемді, тілегім беріп қалқымның еңселі болсын еленді. Қызықта қалқым ағылсын, дұғамен шырақ жағылсын, немере жиен ер жетіп, береке бақыт үйден табылсын. Жастарымыз бақытты болып өсімен көбейіп, осы тонға тек жақсы тойға келуді Алла нәсіп етсін. Албей көке, бата қабыл, мұрат асыл болсын. Анау батаңғы майқы бес беріңіз. Нұреке, маған беріңіз, мен әперем. Әкеңіз. Мен әперем, не әпір. Жоқ. Көке мына батаныкі 10.000 теңге. Рахмет, мұған құда. Ал ендеше бата бұл соңғы бір алыңыздан жаппай биге 6 биден кейін миы барлар үйге. Кәні ортаға биге бата болды, құрметті ағайындар. Жастар бақыт болсын.
досым шақырыпты Алматыдан Белгісіз достарым көп Алматыдан Жыр досым ән саламыз Бірге қарсы аламыз Dostlar жүрмеген, өмірі гүлмеген Достарым қайда деп, сағынып жүрмеген Алматыда Достар жүрмеген, өмірі гүлмеген Достарым қайда деп, сағынып жүрмеген Алматыда Досымның біліп едім сағынамын Жанымда сағынғанда табыларым Көңілім шағын Сені де сағынып жүр Алматыда Көңілім шағынып жүр Seni de sağınıp şey Almadılar Almadılar Şanlı saçlarım yıkın